дойчалардың сұрауымен бүгін фри жасадым. Картошкамды аршып, жуып, шайып, үстіп, еректеп, турап алдым да. Содан ыдысыма салып, арасында ыдысымды да жуып тастап, в общем, крахмалымды алып шықсам, ішінде азақ қапты, ойбу, жарайды дедім да, араластырып, фок-фок еткіздім да. Үстіп қызартқан шығып пісіріп алдым майда. Сол күртті да көтеруге қойған наным да көтеріліпті. Сосын одан жайып жерімді сосиски в тестеме бөлек, пирожкиме бөлек алып қойдым. Соны сөйтіп жайып атқан жерімде картошкамда пісіп қапты. Картошкама бардым да, оны езіп, арасына сары май қосып, одан сүт қосып, әдемілеп пюре жасадым, в общем. Содан капуста қосуым керек еді дедім да, жарайды, балашаға капуста жемейді бәрібір дедім да, дальше тестома кірісіп кеттім. Содан сосиски в тестем 4-ақ шықты. Сосискиді балашаға жеп қойған ғой жай жүрген кезде. Содан пирожкимен әрі қарай кірісе берейін дедім да, пирожкиімді жасап, арасында май қойып қойдым. Ол май қызды ма деп қайта қарап қоям еще. Содан үстіп тестеден пирожкиім жасадым да, сосиски в тестемді жылдам жасап алдым да, в общем, майымды қарасам, майымда да қызуға уже таяу қапты. Содан бардым да үстіп қызыл қылып пирожкиім піскенше көйтіп, әдемі қызартып тұр пирожкиім пісіріп алдым, в общем. Сіздерде қалай, достар, күнде пісіресіздер ме, пирожки пісірмейсіздер ме? Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар, достар.